ғана аңсаған, кешегі алғыр қарамол, жауына алдан қарсалар, тұрғаны естелі шығарып. 1979-1989 жылдар аралығында ауған жерінде кеңес өкіметінің қатысуымен өткен сұм соғыс қазақ жұртының жадында мәңгі өшпес анық. Өйткені осы бір қасіретке толы 10 жыл ішінде елімізден 23 мыңнан астам хас батыр Қазақстаннан жат жердегі болып жатқан ұрыс қимылдарына қатысты. Олардың ішінде 985 боздақтың кеудесіндегі отанға деген жүрегін оқ тесіп мәңгілікке тоқтатты. Ал 23 азаматымыз осы күнге дейін хабарсыз кеткендер қатарында. Әрине, соғысқа аттанғандардың дені қаракөз қазақ жігіттері екені шындық. Ауғанстанға әскер енгізу туралы шешім 1979 жылдың 12 желтоқсанында Кеңестер одағының Коммунистік партия орталық комитеті саяси бюросының отырысында түбегейлі қабылданып, аса құпиялы қаулымен бекітілген болатын. Бүгінгі таңда елімізде ауған соғысына қатысқан 18 мыңға жуық азамат бар. Олар тәуелсіз еліміздің дамуына, бүгінгі ұрпақты отансүйгіштікке, ұлттық патриотизмге тәрбиелеуде өлшеусіз үлес қосып келе жатыр. Солардың арасында біздің Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде қызмет жасайтын азаматтардың да болғанын біз мақтанышпен айта аламыз. Болсыншы ұран тіршілік, торсыншы әркез күн шығып, бұзбасын сәби ұйқысын, бомбаның соққан дүрсілі. Болсын деп аман боздалам, қорғаған елін бозбалам. Мен 84 жылы Самарқанд қаласындағы автомобиль КамАЗ училищені бітіргем. Турпо командующий Турпоның бұйрық бойынша бізді резерв дейді ғой, командующий округы жинатып офицерлер Чирчик қаласына болды. 200-ден аса автомобиль ғой, бізде КамАЗ, Урал деп баратқан уже бізді Маджахет дейтін. Солар уже анықтала бастады. Қалай? Жас балам, лейтенант. Қарап тұрса, уже мен алдыма келген солдаттар білет. Қайтып көрсетті, міне бізді арқалап жатыр. Дауыс естілмейді тауда. Жанында, машина жанында оқтың нелері, іздері қалады. Шамды көтеріп, соны көріп тұр бізді. Оқ жаудырап жатқан. Жолын ар жақ бер жағда көбісі автомобиль өртенген, қираған өте көп техника жатқан. Атуға, атысқа біздер ататын засад жасап. Ешкім сұраған жоқ қой, интернациональный долг деп жібере береді біздер. Біз білмеймін, интернациональный қалай қарыз болып қалдық. Сол жібереді бәріміз. Барды, өз міндеттерін атқардық 2 жыл бойы. Айтып көрдік. Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен толықтай шыққанына 2019 жылы 30 жыл толды. 1989 жылдың 15 ақпанында біз Амудария өзеніндегі көпірдің үстінде Ауғанстаннан қайтқан 40 армияның жауынгерлерін салтанатпен қарсы алдық. Бұл сол уақытта өте күрделі операция болды. Ауғанстан соғысы Кеңес одағы тарихының ең қайғылы беттерінің бірі. Основная моя задача была водить их на операции, и основная задача была вернуть живыми домой. Да, за 2 года и 2 месяца и 5 дней, как день присчитал, я потерял там 45 человек. Война без погибших не бывает. 10 жылға жуық бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстандағы шектеулі контингент әскері құрамында Қазақстаннан 22.269 жауынгер,
интернационалдық міндетін атқарды. Барғасын біз специальные задачи Комитета государственной безопасности дейді. Сонда біздер основные перевалы, которые идут со стороны Пакистана, соны алдық, орындадық. Сіздерді бер жақтан әкеткенде сол соғысасыңдар деп әкетті ме? Қолдарыңызға алып? Оказывать интернациональную помощь деп әкетті. И бізде дайындағанда айтты, что мы оказываем помощь правительству Афганистана после неоднократных обращений об оказании помощи. Мы оказываем помощь афганскому народу в борьбе против, значит, иностранного влияния и, значит, внутреннего врага, там, оппозиции. Ну, в общем, так и получалось. Чтобы Ауған жерінде болған күрестің басты мақсаты Ауғанстанда толықтай саяси бақылау жүргізу болды. Бірақ біз бұл шайқастың нәтижесінің не болғанын әлі күнге дейін білмейміз. 85-84 бітірдім, 85 февральда мен Ауған соғысына бардым. Қалай бардыңыз? Немен бардыңыз? Қандағардан шыққанда Регистан деген үлкен тақыр бар, пустыня. Сол Регистан пустыняның шыға берісінде болдым, Қандағардың. Командир танкового взвода, үлкен опорный пункт был, батальонный, усиленный танковый. Сол маңайдағы опорный взводтар болады, боевое охранение. Сол боевое охранение шабуыл бір не болғанда, біз үлкен батальон болып, рота менен барып, маңайдағы разведданные могли собирать рейд, тиштеуге болған. А если уже полк рейдке шықса, біздің жартымызды алмайды. Мына жақтан әкелмейді. Бар білетініміз, біздің боздақтар ел алдындағы борышын адалдықпен атқара отырып, асқан ерлік көрсетті. Батыс жағында күннің көзі отыра басталғанда, біз жағына ештеңе көрмейсің. Белый солнце пустыня екеуін көрдік қой, горизонт полностью күннің көзінде. Сон 2 ай шаяды, қару жарақтары бар, дәрі болған. Болды, бірақ мен білетін қазақтар аз болды. Бізде 8-9 қазақ жиынты болды, орыс жігіттер көп болды Қазақстаннан. Дос деген бір прапорщик болды, Алматыда сол. Нағашыбай деген Қарағандының жігіті, мен кеткенде 2 айдан кейін қазақтан. Соны көре алмайды қаласың, енді малар ғой, біліп тұр, көріп тұр, істеп тұр. Осыларды тәрбиелеп, осылар алға басатын жігіт болады ғой деп ойлаймын. Одан кейінгі уақытта еліміздің тәуелсіздік жылдарымен ұласты. Тәуелсіз ел болып, өз армиямызды жасақтадық. Еліміздің сыртқы және ішкі қорғаныс саласы бекемделіп, әлемдік аренада Қазақстан күшті құрылымы жасақталған ел ретінде танылды. Осы уақытта тағы да сол ауған мәселесі көтерілді. Бұл жолғы мақсат бейбіт елдердің бейбітшілік жолындағы іс-қимылы болды. Специально я попал в 1998 году на должности командира роты, отдельной сводной роты. У меня было 127 человек. Набор был добровольный. Я согласился. Ну, по прибытию туда я понял, что очень тяжело там было. Никто нас там не ждал. Задача была поставлена такая, чтобы не допустить перехода границы маджахедами, которые переходили не с голыми руками, а
перевозили оружие, наркотики. С этим мы столкнулись там. Было тяжело, конечно. Вот. Можно было с одной стороны выстрелить в другую и поразить маджахедов или афганца. После чего можно было бы и начаться и война. Антқа адалдықтарын дәлелдеген намысты қазақстандық жау жүрек жігіттерінің қай-қайсысы болсын, батырға лайық. Сол тәжік-ауған шекарасына бітімгер ретінде барса да, қарулы қақтығыстарға араласып, өз серттерінің беріктігін танытқан жауынгерлер тағы да біздің білім ошағымызда бар екендігін мақтанышпен айта аламыз. жылы бізді облыс бойынша 50 адамды 80-ші Х деген арнайы топ құрылып, сол командаға іріктеп алды. 1980 жылы біздің топты Москва қаласында өткен Олимпиада 80-ге жіберді. Оны біз бір ай бойы сол жерде соның жанында болдық. Бірақ бәрі бейбітшілік түрде өтіп, өте жақсы болды. 1981 жылы 2-ші ақпан күні шығыста біздің шекарамызды, Кеңес одағының шекарасын басқа мемлекеттің бұзуына байланысты бізді арнайы дабылмен алып шығып, сол шекараны 7 күн бойы сондай шекараны бұзушылық болғандықтан, сондықтан біз басқа мемлекеттің әскерін шегертіп, олар біздің аумағымызға, Кеңес одағының аумағына 7 километр берсе, біз оларды 20 километрге дейін ығыстырып апардық. Мынау локальдық соғысқа қатысқандардың көпшілігі енді ресми түрде көрсетіліп, Ұлттан соғысының мүгедектеріне, олардың ветерандарына және ауған соғысының соғысына қатысқан ветерандар мен соған қатысушылардың қатарына енгізіп жатыр. Бұл енді мемлекеттің бір жақсы бағдарламасы дейміз. Сондықтан да енді соғыс болмасын, бейбіт өмір сүрсін деп тілектеспіз. 95 жылы әскерге шақырылдым. Очырал, Талдықорғанской области. Очыралда. Сол пограм ба. Ол жақта қалай болды? Ол жақта сіздердің міндеттеріңіз не болды? Ол жерде біз жаңағыдай гражданская война болды. Манжахеттер дейді ғой, алған жақтан бері өтіп берсін. Тәжіктер алған жаққа өтіп жатыр. Сол ішінде жаңағыдай оружие, наркотик деген сияқты границаны өткізу үшін соларды охранниктер. Сонда біз өзімізде не болатын? Пост. Мост негізі. Тұратын еді, бірақ сол жерде мост деген не болды тасталады. Сол жерде болды постта. Пиянышда болды ғой. Пияныш. Екеуін бөліп тұр, Таджикстаннан алғанды. Жүректен салған жыраны шымырлап бойды қозғаған, жеткізбей елес ішкі арман, ел үшін оқты қошқан бар. 1995 жылы ел үшін кеудені оққа керген қазақстандық ішкі әскердің жауынгерлері Тәжік-ауған шекарасында айбынды ерліктің не екенін нақты дәлелдеп, қайтпас қайсарлық, беріспес батылдықтың ерең үлгісін көрсеткен болатын. Амалғанша, мұздай қаруланған лаңкестермен кескілескен сол шайқаста 17 бауырымыз қаза болып, 34-і жарақат алды. Оларды ұмытпау, ерліктерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу біздің басты мақсатымыз. Отан деп буған бекемел. Мы принимаем во внимание, что Таджикистан находится на переднем крае борьбы с распространением терроризма. Ішкі әскер жауынгерлерін ерлік істерін елбасы, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та жоғары бағалап, Қазақстандық батальонның сарбаздары тәуелсіз мемлекеттер достығы сыртқы шекарасының Тәжік-ауған бөлігін ерлікпен күзетті. Боздақтарымыз мемлекетіміздің қауіпсіздігін сақтау жолында жанын пида етті. Олар
біздің бейбітшілігіміз бен тыныштығымызды қорғады деген болатын. Активизация деятельности боевиков на севере этой страны, то есть непосредственно в близости к нам, в Центральной Азии. Для